дейсіз ғой. Неге кейбір комедиялар болады, өте ащы жазылған, ащы, немножко кішкене дарақылау, адамдар қытықтап, табаннан қытықтап көтеретін сондай комедия болады. Кейбір комедия болады, ол өте бір ойға толы, қарапайым, жұмсақ комедия болады. Мынау соған жататын комедия. Комедияны жалпы комедияны ойнау өте ауыр дейді. Бұл енді үлкен ұлы реформатор Станиславскийдің айтқан сөзі. Комедияны ойнау өте ауыр дейді. Оның орнына екі драманы ойнасаң жеңілдеу болады деп. Комедияның кілтін табу керек дейді. Күлетін жерін, кейбіреулер өтірік күлгізіп, артық ойнап күлгізеді. Бұл ситуацияға күлетін күлкі болу керек. Ол өзі сұранып тұратын күлкі болу керек. Қытықтап емес. Сондай бір қарапайым адамдардың өмірі. Өздерінің бір өмірге деген құштарлығы, өздерінің қылықтары да бөлектеу, бір таза адамдарда. Сыққа! Қалай қабатыңыз ба? Жоқ, құжат бойынша. Сыққа, Николаевич. Қалай құжат бойынша? Сонда сіз діни қоғамдағы емес? Жоқ. Енді кімсіз? Айтым ғой, Сыққа. Демеко, тақташы ден сен мен түсінбадым, Демеко! Не? Ол сен нем дейді? Мен айта алмайын, Демеко, ол өзі айтады, мен ішіне таза болсын ғой. Сенің әйең ниет емес, менің адамдарым алып кетті. Анау итіңе үйіңне шығарда тұмыс қабын кегісіп кетпейсің бе? Қолын тістеп ал ғой. Менің әйелімді мазақ қылмаңыз? Кімді мазақ қылып тұр екен? Басымызға бір ауру жетпегенде. Америка президенті қонаққа шақыртты. Ахмет сізге президент мырза, сіздің көрегенді бастамаңызбен біз бәріміз бақытты мырза. Әдемі қойылым, жақсы демалдық, жаңағы рөлдерде ойнаған жігіттер де өте әдемі, жақсы ойнады. Енді осындай қойылымдар бола берсін. Енді өзіміздің отандық емес, басқа шетелдің көріністері қойып жатқан. Өте әсерлі, өзіме ұнады, жақсы демалдым, рахмет.